Үндемес ит ертегісі. Ерте заманда үй жануарлары болыпты. Бір күні үй жануарлары, яғни түйе, сиыр, қой, жылқы, ит бәрі жиналыпты. Түйе тұрып былай дейді: менің адам баласына пайдам шаш етектен. Көшсе көлік боламын, ал сүтімнен шұбат ішеді. Жүнімнен болса неше түрлі киім киеді, деп мақтаныпты түйе. Бұдан соң қой, сиыр, жылқы өз қасиеттерін айтып, бір-бірімен жарысып, мақтанып жатады. Олар осылай шалқып отырған кезде ит үн-түнсіз қалғып-мүлгіп жата береді екен. Сонда түйе итке: өй, салпаң құлақ, неғып аузыңа құм құйылып қалды? Ауыз толтырып айтатын ештемең жоқ-ау, сірә, деп күледі. Сол кезде жануарлардың әңгімесін қожайындар да тыңдап тұр екен. Қожайындары жануарларға бір қарады да: ит болмағанда, ол сендерді күзетпегенде, қасқыр бәріңнің де түбіңе жетер еді, депті ол. Қожайындарының дұрыс айтып тұрғанын тыңдап тұрған жануарлар сөз қайтара алмай қалыпты. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса лайк басып, менің парақшама тіркеліп, комментария жаза отырыңыздар. Кездескенше.